Звонок-то. Чистый броском схватку выиграл Молдаван Анатолий, Республика Молдова. Один балл. Счет 5-0. Итак, до 70 килограмм. Чемпион мира по борьбе крэш города Казахстана завоевал Синекалев Рамиль, Россия. Мне кажется, иң ауыры менің бірінші встреча болды, бірінші схватка. Таджикистандан келген бір егіт. Там финалда мына чуть-чуть әдірек қықтылар, но все равно еңіп сықтым. Әзіңіне жеңілмеше жеңілермін деген фикірді башына. Андайда пікірлер келді, бүгін түнім бойына ұйықлай алмай сықтым. 2 сағат кені ұйықланым, шоңала может көрәш бармағандар. Алай көрәш шолуда майды? Бүтән аптырай. Көрсілді міне күнім бойына ойланып аттым. Кісәге бүгін міне барыбір еңіп сықтым. Dünya şampiyonu burada, Avrupa şampiyonu burada, Россия şampiyonu burada. Мақсат міне 30 яшқа, 35 яшқа текілім көрәшіп барғайыным. Тағы көптер тапыр дүния чемпионы болырға һәм де екінші түрлі көрәштен міне борьба на поясах деген көрәштен дүния чемпионы болғы келер. Президент Международной Федерации борьбы на поясах крэш Фарид Исмаилов, Азербайджанская республика. Расул Чуков, Республика Абхазия. Второе место занял Абдурасул Хабибулаев, Республика Узбекистан. Победителем, чемпионом мира в соревнованиях по виду спорта кряж весовой категории до 60 килограммов